Атам қазақтан қалған бір есті сөз бар. Күлің шашылмасын, шалғының басылмасын деген. Есті сөз болғанда бұл өзі ертеде қолға түскен бір қалмақтың қарғысы деп айтылады. 21-ші ғасырдың адамы біздің пайымда барлық заттың жинақы тиянақты болған дұрыс емес пе? Үйің айналасындағы төккен күлдің шашылып, жай қалған шалғын шөптің басылып жатқаны несі жақсы? Енді бұның несі қарғыс болды? Бұл қарғыс емес, алғыс сияқты өсиет бата қой сөз түсінген адамға дерсің. Әлде олай емес пе? Сөзсек, бұның мәні арыды екен ғой. Әдетте кімнің гүлі шашылып, кімнің үйінің айналасындағы шөбі басылуы мүмкін? Әрине. Бала-шағалы үйдің күлі ғана емес, жалпы басқа заттарда шашық болады емес пе? Бала болған соң ойнайды, жүгіреді, жүреді, шашады дегендей. Енді белгілі болды жаңа қарғыстың айтпағы. Балаң болмасын, ұрпағың қалмасын, күліңді шашатын деген екен ғой. Кейде үйдегі балаларға ойыншықты шаштың, жинамадың деп ұрсып жататын сәттеріміз болады. Шіркін, балаң болып шашып қойып ойнап отырғанға не жетсін? Осы шашылған дүниеден қашамыз деп, әне, кейбір елдер бала бағудан бас тартып, күтіміз жеңілдеп ит асырайды. Енді жүр, қолдарына бір-бір боқшақ пакет ұстап, итінің артын бағып қиын тер. Қазір кейбір әйелдерді көремін. Баласын тап-таза, мұнтаздай киіндіріп аулаға ойнауға алып шығады. Бала ойнамай тұра ма, ойнайын деп ұмтылса, жерге жақындаса үстің шаң болады. Кірі болады ойбай деп ойбайлап, зекіп жұлқылап, ес ақылын шығарады. Солай баланың бетін қағып, меселдесін қайтарады. Ойнауға шығарды. Баланы еркін жіберу керек қой, киіміне алаңдай ма? Онда ойнауға ыңғайлы үй киімімен шығарсын. Айтпағым қазақ атам балалы үй базар деп бекер айтпаған ғой. Ендеше балаларымызға ренжімей еркін өсірейік ағайын. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, қазақ мінезі.